30 шілде дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күні. Осыған орай Таразда адам саудасы ауыр қылмыс атты кең көлемді ақпараттық акция өтті. Биылғы іс-шарада басты назар балалардың қауіпсіздігіне аударылды. Мамандар ата-аналарға адам саудасының қаупі мен оның алдын алу жолдарын түсіндірді. Шілденің 24 мен 30 аралығында өткен ақпараттық науқан аясындағы бұл жолғы акция орталық саябақта ұйымдастырылды. Акция балалар мен олардың ата-аналарына арналды. Мамандар бүлдіршіндерді заңсыз әрекеттерден қорғау жолдарын түсіндіріп, ақпараттық жаднама таратты. Бұған дейін осындай кездесулер халықаралық әуежайда, теміржол вокзалында, Ол Береке, Гранд Базар секілді сауда орындарында өткен. Ұйымдастырушылардың айтуынша, басты мақсат ата-аналардың жауапкершілігін арттырып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ата-аналарға, көпшілікке, елге түсіндіріп айтпақшымыз. Біз сол балдарымызды сақтап қалуымыз керек. Мына құлдық деген нәрсе бар, айтады ғой, трудовая сексуальная эксплуатация. Одан бөлек торговля детьми. Сол біздің акциямыз, сол біздің бала-шағамыз өте бақытты болып өсу керек. Соның үшін біздің тапқанымыз, бәріміз, байлығымыз, өзіміз сол балдар үшін. Мамандардың айтуынша, адам саудасы еңбек және жыныстық қанаумен ғана шектелмейді. Балалар саудасы адам ағзаларын заңсыз алу және қайыр сұрату фактілері де кездеседі. Жыл басынан бері өңірде стоп трафик жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіліп, адам саудасына байланысты бірқатар құқық бұзушылық анықталған. Сондықтан полиция қызметкерлері азаматтарды күмәнді ұсыныстарға сенбеуге, ал қауіп төнген жағдайда бірден полицияға 116-16 сенім телефонына немесе балаларға арналған бірыңғай 111 байланыс орталығына хабарласуға шақырады. Адам саудасы адам өмірі мен бостандығына қауіп төндіретін ауыр қылмыс болып саналады. Қылмыскерлердің жалған уәделеріне сенбеңіздер. Жұмысқа орналасу немесе шетелге шығуға алдын ала ақпаратты мұқият тексеріңіздер. Егер адам саудасына қатысты қандай да бір күмәнді жағдайға тап болсаңыз, немесе ақпарат болатын болса, бірден полицияға хабарласыңыздар. Адам саудасын бірге тосқауыл қойып, сақ болыңыздар. Адам саудасына қарсы күрес бүкіл қоғамның ортақ міндеті. Ақпараттық акция 1 тамызға дейін жалғасады. Ұйымдастырушылардың басты мақсаты тұрғындардың құқықтық сауатын арттырып, адам саудасының алдын алу. Мөлдір Аманбай, Аңсар Тілепберген, Айдос Құстаубек, Қордай 24 Ньюс.